Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз синустар және косинустар теоремасын үшбұрыштарға қолдану. Ең алдымен бізге істеу керек нәрсе оқушылар, бізге формулаларды жаттау керек. Яғни синустар теоремасында бір формула берілген, косинустар теоремасында бір формула берілген. Синустар теоремасынан бастайық оқушылар. Синустар теоремасында жаттау керек нәрселер сіздерге, яғни бұл жерде бір кішігірім лайфхак дейін ба, яғни үйренетін нәрсе. Үшбұрыштың ауданын тапқан кезде оқушылар 2-ден 1 а көбейтілген б көбейтілген синус с болсын, оқушылар. Одан кейін бізде тағы бір осыны түрлендіріп көрейік оқушылар. Осыны 2-ден 1 а көбейтілген с көбейтілген синустың б бұрышы болсын, Үшіншісі 2-ден 1 б көбейтілген с көбейтілген синустың а бұрышы болсын, оқушылар. Қарап отырсаңыздар, яғни біз синустың с бұрышын қолданған кезде с қабырғасы жоқ. Синустың б бұрышын қолданған кезде мына жерде б қабырғасы жоқ. Синустың а бұрышы арқылы шығарғанымызда бұл жерде а қабырғасы жоқ. Енді бұны түрлендіретін болсақ, оқушылар, яғни бұл мысалы екеуін теңестіріп көрейік оқушылар. Мысалы синус с бұрышы көбейтілген 2-ден 1 көбейтілген а көбейтілген б. Синустың синус б бұрышымен шығарып көрейік. 2-ден 1 көбейтілген а көбейтілген с. Енді қысқартатын қысқарып тастайық оқушылар. Осы жерден 2-ден 1 мен 2-ден 1 қысқарады, а мен а қысқарады. Яғни синустың с бұрышы бөлінген с тең синустың б бұрышы бөлінген б. Яғни формуланы шығару жолын түсіндіңіздер. Егер де біз ұмытып қалған жағдайда немесе шатасып қалған жағдайда біз осы формулаға салсақ болады екен оқушылар. Ендігі бізде кезекті формуламыз біздің косинустар теоремасының формуласы. Бұл жерде оқушылар сіздерге үйренетін жағдай, яғни бұл формула негізі кішігірім. Мына жерде с квадрат тең а квадрат плюс б квадрат деген Пифагор теоремасына ұқсайды. Сіздер бұрында бұны өткен болатынсыздар. Енді бұл жерде оқушылар сіздерге бір қызықты нәрсе болатын мән жайт. Мысалы сіздер а квадратты табатын болсаңыздар, орнын ауыстыра саласыздар. Яғни с квадрат плюс б квадрат минус 2 көбейтілген с көбейтілген б косинус а бұрышы. б квадратты табатын болсақ оқушылар, а квадрат плюс с квадрат минус 2 көбейтілген а с көбейтілген косинус б бұрышы. Яғни біз бұл жерде б-ны табатын болсақ, косинус б бұрышын табамыз, а қабырғасын табатын болсақ, косинус а қабырғасын табатын боламыз оқушылар. Сіздерге бір осыған байланысты бір мына жерде қызықты информация айтып кетейін оқушылар. Біз осы формулаға қарай косинустардың бұрышының градустарының таңбасын табуға болады. Мысалы, біріншісінен бастайық. Біріншісінде, егер с квадрат а квадрат плюс б квадраттан үлкен болатын болса, ол кезде сүйір бұрышы болады. Ол қалай болады? Яғни 2а көбейтілген б көбейтілген косинустың с бұрышы үлкен 0-дан, косинус с бұрышы үлкен 0-дан болатын болса, яғни бұл сүйір болады. Екіншісін қарастырып көрейік оқушылар. Бізде тікбұрышты үшбұрыш бар, Енді с квадрат тең а квадрат плюс б квадрат болатын болса, ол кезде не болады оқушылар? Тікбұрышты үшбұрыш болады. Косинустың с бұрышы теңге 0, бұл тікбұрышты үшбұрыш. Бізде үшінші қарастырып көретін жағдаят бар оқушылар. Үшіншісі бізде ол с квадрат үлкен немесе а квадрат плюс б квадраттан, яғни с квадрат кіші болатын болса, а квадрат плюс б квадраттан, ол кезде бұл бұрышымыз біздің доғал бұрыш болады. Мына жерде а, б 0-ден кіші бола алмайды. Егер ол 0-ден кіші болатын болса, ол кезде минус сандар шығып кетеді. Сондықтан косинус с бұрышы 0-ден кіші болатын болса, ол кезде бұл доғал болады. Түсіндіңіздер деп ойлаймын оқушылар. Енді біз осыларға бір мысалдар шығарып көрейік оқушылар, Ең бірінші біздің бастайтынымыз ол не болады оқушылар? Синустар теоремасы. Синустар теоремасына байланысты бізде мына жерде бір қызықты есеп бар екен. Бірге шығарып көрейік. Оқушылар, егер сіздер есептерді түсінген болатын болсаңыздар, сіздер видеоны тоқтатып шығарсаңыздар болады. Бірінші есепте былай беріліпті. Синустар теоремасын қолданып шығарайық. А бұрышы 30 градус дейді. Б бұрышы 60 градус. А қабырғасы 10 сантиметр. Б қабырғасын табыңыздар дейді.
Енді оқушылар, бізде жоғарыда берілген формула тұр, сол бойынша шығаратын болсақ, синус 30 градуста А қабырғасы қанша деді? 10 тең синус Б градусы синус 60 градус Б қабырғасын табу керек. Осы жерден оқушылар не істейміз? Пропорция құра саламыз. Пропорциямыз қалай болады? Яғни синус 30 градуста 2-ден 1 бөлінген 10 тең синус 60 градуста түбірасты 3 бөлінген 2 Б. Яғни пропорция қалай болады оқушылар? Мына жерден x болады, иә? Сол кезде Б тең 20 көбейтілген түбірасты 3 бөлінген 2 болады. Б тең 10 түбірасты 3. Жауапты осылай қалдырсақ болады. 10 түбірасты 3 сантиметр екен. Келесі оқушылар косинустар теоремасына шығарып көрейік есептер. Косинустар теоремасына байланысты мына жерде бір қызықты есеп бар екен. Есептің шарты бойынша А қабырғасы тең 3-ке дейді. Б қабырғасы тең 4-ке. С қабырғасы тең 5-ке. Қызықты есеп екен оқушылар, иә? Бұндай есептер жиі кездесе бермейді. Енді бұл жерде табу керек. С бұрышын табыңыздар дейді. Яғни косинус С бұрышында қаншаға тең? Біз формуланы жақсы білеміз оқушылар, иә? Формула бойынша қалай? Жоғарыда берілгендей С квадрат тең А квадрат плюс Б квадрат минус 2АБ көбейтілген косинустың С бұрышы. Яғни бізде берілген барлығы 5-тің квадраты тең 3-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты азайтылған 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 көбейтілген косинустың С бұрышында. Яғни 25 болады. 3-тің квадраты 9, 16-тің квадраты 25, азайтамыз 12 көбейтілген косинус С бұрышта. Мына жақтан 25 шығады, дұрыс па оқушылар? Екеуін қосқанда 25, яғни мына жаққа 0 болады. 0 тең минус 12 көбейтілген косинустың С бұрышы. Яғни мына жерден 12-ні бөліп жіберетін болсақ 0 болады оқушылар. Косинус С бұрышында 0-ға тең. А косинус қанша градуста ол 0-ге тең? 90 градуста. Сонда С бізде С бұрышы 90 градусқа тең екен. Жауабы 90 градус. Келесі есеп шығарайық оқушылар. Келесі тағы да бір синустар теоремасына кішкене күрделірек есеп шығаруға тырысайық оқушылар. Мұнда бізде бір қызықты есеп. Есептің берілгені бойынша А тең 5. А қабырғасы 5-ке тең. Б қабырғасы 12-ге. Яғни 5 сантиметр, 12 сантиметр. Бізде берілген С бұрышы ол 90 градус дейді. Енді бізде табу керек. Сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыздар дейді. Яғни үлкен R-ді табу керек бізге оқушылар, иә? Біз енді не істейміз? Оқушылар формула бойынша, мына жерде бізде формула берілген, міне. Осы формулаға салсақ болды. А ол формулаға салу үшін бізде не жетіспейді оқушылар? С қабырғасы жетіспейді. Ал біз оны қалай табамыз? Бізде Пифагор теоремасын қолдансақ болады осы жерде. С квадрат тең А квадрат плюс Б квадрат. Яғни С квадрат дегеніміз бізде С квадрат тең 5-тің квадраты қосылған 12-нің квадраты С тең түбірасты 169. 169-дан плюс минус 13 шығады. Біз тек дұрыс жауабын, оң жауабын ғана аламыз. Плюс 13-ті. Бізде С табылды оқушылар. Енді формула бойынша 2 көбейтілген R тең синус 90 градуста бөлінген С. Синус 90 градуста нешеге тең оқушылар? 1-ге. 1-ге тең болғандықтан не жасаймыз? 2R көбейтілген С тең 1. Бізде С берілген ғой. 13. Мұнда 13. Сонда R-іміз тең 13 бөлінген 2. Ол 6-да 5 сантиметр. Жауабын осылай қалдыра берсек болады оқушылар. Бізде енді косинустар теоремасына тағы бір есеп шығарайық оқушылар. Видеоны тоқтатып өздеріңіз шығарсаңыздар да болады. Есептің берілгені бойынша А тең 8 сантиметр, Б тең 15 сантиметр, С бұрышы тең 90 градусқа. Енді табуымыз керек, С қабырғасын табыңыздар дейді. Формуламыз дайын. Оқушылар сол формулаға сала саламыз.
с квадрат бізде, яғни с квадрат берілмеген. С квадрат тең 8-дің квадраты қосылған 15-дің квадраты азайтылған 2 көбейтілген 8 көбейтілген 15 көбейтілген косинустың 90 градуста. Яғни с квадрат тең 8-дің квадраты 64 қосылған 225 көбейтейік оқушылар. 2-ге 8-ді көбейтсек 16, 16-ға 15-ті көбейтетін болсақ, 16-ға 15-ті көбейтсек 400 шығады ма? 400 шығады. Ал косинус 90 градус бізде 0 береді. Бұл жақтан 0 шығады екен, оқушылар. Сонда бізде не болады? С квадрат тең 64-ге 225-ті қосатын болсақ 289, одан шығады бізде түбір астыдан 289-дан 17 оқушылар. Бізде жауапты 17 сантиметр деп қалдырсақ болады. Егер сұрақтарыңыз болса, астына жаза кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.